Сәлем баршаңызға. Менің атым Алмас Алтай. Бір сұрақ бар. Осы сіздердің көз алдарыңызға хатшы деген кезде, хатшы деген кезде не келеді? Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы деген биік лауазым бар. 2022 жылдың 5 маусым күні біздің елімізде Конституцияға енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар жобасы бойынша республикалық референдум өтеді. 5 маусымдағы референдум Қазақстандағы мынадай өзгерістерге мұрындық болады деп күтіліп отыр. Референдум ата заңға енетін өзгерістер жөнінде біз 2-3 видео шолу жасаған болатынбыз. Сол кезде көрген халықтың ең көп қоятын сұрағы, алдағы референдум халыққа қандай пайда береді? Әбден дұрыс. Халық бір өзгерісті қалайды. Біз оны күнделікті коммуникациялардан да, әлеуметтік желілерден де анық байқап отырмыз. Халық бір өзгерісті қалайды. Не өзгертетінін білмейді, әйтеуір бір өзгеріс керегін біледі. Басын ашып алуымыз керек. Бұл референдум сол өзгерістерге апаратын жолды салады. Референдум кредит жауап бермейді. Референдум айлықты өсірмейді. Референдум баланың ақшасына ақша қоспайды. Бірақ референдум осы нәрселердің, яғни осы әлеуметтік мәселелердің шешілуіне оң ықпал жасайтын заңдардың өмірге келуіне жағдай туындатады. Бірдеңе түсіндіңіз деген ойдамыз, жалғастырамыз. Мәселен, бір ғана жер мәселесін алайық. Жер сатылады деген кезде қазақтың қандай болып тулағанын көзіміз көрді. Көшеге шықты, алды сотталды, тіпті кейбір жерлерде қол сынды, бас жарылды, мұрын қанат дегендей. Бұны билік көрді. Билік көрді де қазақты жермен сынауға болмайтынын ұқты. Жер қазақтың жаны, онымен ойнауға болмайды деп. Сөйтті де ата заңның 6 бабындағы жер, қазба байлық пен табиғи ресурстар мемлекеттің меншігі деген сөздің орнына жер халықтың меншігі деген сөзді жазатын болды. Осы өзгерісті қолдайсыз ба? Қолдасаңыз 5 маусым күні референдумға барып, дауыс беріңіз. 5 маусымда болатын референдум мен үшін Қазақстан Республикасының тұтастай өлім жазасынан бас тартуы мен үшін маңызды болып тұр. Сондықтан да бұл референдумға мен барамын, дауыс беремін. Адам баласының өмірін адамда үкіметті алуға құқы жоқ. Сондықтан да менің ойымша бұл біздің мемлекеттің өркениетті мемлекеттердің қатарына қосылуымен байланысты, сол алғы шарты деп білемін. Адамның өмірінен құнды не нәрсе бар? Меніңше ештеңе жоқ секілді. Оны заңмен немесе күшпен тартып алуға, яғни адамның еркінен тыс тоқтатуға, яғни өлім жазасына кесуге тыйым салынады. Референдумда дәл осы мәселе қаралады, яғни Қазақстанда бұдан былай өлім жазасы жойылады. Құрметті көрермен, егер бұл видео сізге ұнап жатырса, пауза басып, лайк басып жіберіңіз. Лайк бізге мотивация, шабыт, энергия. В общем, сол жалғастырамыз. Бұрын бізге облыс әкімдерін әкеліп таныстыра салатын. Мынау Пәленшеевич деген азамат, мына жерде мынандай қызмет атқарды, мына жерде мынандай қызмет атқарды, абыройлы жігіт, осы қызметінде де әдемі атқарады деп сенеміз. Жаңа әкімдеріңіз құтты болсын. Сонымен Конституцияның жаңа нұсқасында енді бәрі басқаша болады. Енді облыстардың, үлкен қалалардың және Астананың әкімін президент өңірлік мәслихаттың келісімімен ғана тағайындайды. Оның үстіне президент бір үміткер ғана ұсынбайды, 2 немесе одан да көп үміткерді ұсынуы міндеттеледі. Сол 2 немесе 3 ұсынысқа өңірдің барлық деңгейдегі мәслихатының депутаттары дауыс береді. Үміткерлердің бірі таңдалады. Содан кейін жаңа облыстың әкімі осылай бекітіледі.
Бұл да референдум біздің өмірімізге енгізетін жақсы жаңалықтардың бірі. Егер бұны аз десеңіз, мәжілістің 98 депутатының 1/3 халық сайлады. Яғни халық арасынан шыққан азаматтар өзін ұсынып, мәжіліске, парламентке өтіп кетуге әбден мүмкіндігі болады. Тек қана парламенттің депутаттары арқылы емес, халық өзі таңдауын өзі жасау керек. Өзінің траекториясын өзі анықтау керек. Яғни президентке бүкіл халықты қолдау керек. Іште де жаулар бар, сыртта да жаулар бар. Міне, олар да білсін. Халық өзінің таңдауын қалай жасайын отыр. Біз әлде ескі жүйеде қалып қоямыз ба? Әлде біз жаңа Қазақстанды жасаймыз? Облыстық мәслихатқа сайланатын депутаттардың тең жартысы, яғни 50% өзін ұсына алады. Ал қалған 50% партиялық тізім бойынша келеді. Ал аудандық мәслихатқа сайланатын депутаттар бұлардың 100%, яғни барлығы бірдей өзін ұсынады. Демек, мәслихаттардың күші көбейеді. Аудан өміріне қатысты кез келген шешіміне немесе бастамасына облыстың, ауданның депутаттары қарсы шығады, қолдайды, басқадай ұсыныстар ұсынып, халықтың көкейіне жағатын, халықтың ыңғайына келетін шешімдерді аудан әкіміне немесе облыс әкіміне қабылдатады деген сөз. Осы біз айтып жүретін халық билігі деген нәрсе осы емес пе? Бұның бәрі өзгеріс. Бұның бәрі жаңа Қазақстанға жасалған жаңа қадамдар. Алайда жаңа Қазақстанға көшуге өзіміз әрекет етпесек, жаңа Қазақстанды жалғыз Тоқаев әкеліп өз орнатып бере салмайды. Жарай, түсіндім. Ұрпағым жақсы елде, халыққа жағдай жасалған елде өмір сүрсін десең, дәл қазір диваннан тұр, референдум туралы ізден, және 5 маусым күні референдумға барда қолдап дауыс бер. Өйткені елдің болашағы дәл сенің даусыңа тікелей байланысты. Сіздермен бірге болған Алмас Алтай, келесі көрсеміз.